Бұл Америкада кредит картасыз, кредит скорсыз адамды өзінің қаражатын дұрыс қолдана алмайтын адам деп есептейді. Себебі сіз үйді жалдап алған кезде, машина сатып алатын кезде, кейін үй сатып алатын кезде, банктерден кредит алатын кезде, кредитке бір зат алатын кезде, басқа да кез келген маңызды іс-шаралар жасайтын кезде сіздің кредит скорыңызды, кредит лимитіңізді сұрайды. Сондықтан бұл Америкада кредит скор деген өте маңызды рөл ойнайды. Мен өз басым кредит дегенде еш ұнатпайтын адаммын, бірақ та Америкаға келгеннен кейін 7 кредит картам бар. Сондықтан сізге де айтарым, келген күннен бастап кредитіңізді қалыптастыра бастаңыз. Оны қалай қалыптастыратыныңызды осы видеоны көрсеңіз толығымен түсінетін боласыз. Американдық банктен шот ашу үшін сізге қажет паспортыңыз, визаңыз, I-94 форма, сонымен қатар тұрып жатқан адресіңізді дәлелдейтін құжатын, электричествоға төлейтін квитанция, немесе үйді жалдап алған кезде жасаған келісімшарт. Егер олар болмаса, телефон нөмір операторыңызға барып, справка шығартып аласыз. Сол жерде сіздің адресіңіз, аты-жөніңіз барлығы жазылған. Осы документтеріңізбен банкке барасыз. Банктерде Bank of America, TD Bank, Citibank деген 3 банк бар. Сол үшеуінің кез келген біреуінен жеңіл, ешқандай. Кезінде олимпиадаға бекер қатыспаппын. Физиканың олимпиадасына қатысып, жақсы оқығанның нәтижесі тиді. Бұл ескі трейлер 1998 жылы. Сол кешеден бері мына екі лампа істемеген. Бұл екеуі істеп тұрды, бұл екеуі істемеген. Соны бүгін таңертең тоқтап, тексеріп қарасам, сымдарының бәрі шіріп кеткен. Соны бұл жерден новый сым алып, жаңадан лампа алып, сымдарының барлығын жалғап, 9 сым. Тек қана бұл барлық қызмет атқарады. Поворотник, задний, аварийный и обычный. Қаншама рөл бар, соның бәрін атқарады. Соның барлығын жібін қосып мұнда. Осымен бір жұмысты бітірдік. Егер бұл Америкада электрикке апарсаң, кем дегенде $200 алатын. Қолдан келіп тұрғанға неге жасамасқа? Сондықтан жастарға сіздерге айтарым, студенттерге әсіресе сабақ жақсы оқыңыздар. Қосымша документсіз бірден банктық шот ашуыңызға мүмкіндік болады. Егер де бірінші банк ашпаса, екіншісі болмаса, үшінші. Егер сол банктың бір отделениесі ашпаса, келесі отделение барып ашуыңызға әбден болады. Аккаунт ашқан кезде бірден ол жерден сұраңыз, менеджерден өтініш жасаңыз, маған кредит карта ашып бер деп. Олар сізге кепілдік кредит карта ашып береді. Кепілдік кредит карта дегеніміз, сіз өзіңіздің ақшаңызды банктың карточкасына салып, соны қолданасыз. Сізге айтады, $300-ден $500 аралығында ақшаңызды салыңыз деп. Сіз $500 саласыз, сол $500-ды қолданатын боласыз. Қолданған кезде 30%-нен жоғары қолдануға болмайды. Мысалы, сіз $500-дың $100-150 қолданасыз, одан төмен қолдансаңыз да жақсы, бірақ көп емес. Егер көп қолдану қажет болса, қолданасыздағыны бірден жауып тастайсыз. Осылай жүресіз. Және де төлем уақытын кешіктірмеу. Егер де сіздің төлейтін уақытыңыз әр айдың 20-сында болса, сіз 15-інде төлем уақытын жасайсыз. Өйткені транзакция біту үшін 3-5 күн қажет. 15-інде ақшаңызды төледіңіз, 20-сына дейін күттіңіз, 21-нен бастап картаңызды қайтадан қолдана беруге болады. Осылайынан 3-6 ай жүресіз, кейін банкке келесіз, айтасыз, маған обычный кредит карта ашып берді. Олар сіздің кепілдік кредит картаны қалай қолданғаныңызды тексереді. Яғни сіз 30%-нен артық қолданбадыңыз, ешқандай кешіктірмей уақытында төлеп жүрдіңіз. Соны көрген штат Аризона алдыңғы 4 майл 6%-тік төменге түседі. Жол абайла дейді. Қар, тау. Аризона салқын, осындай қарлы, бірақ жол ашық. Осылай Америкамен кетіп барам. Өте ақырын 33
мен кетіп барам. Банк сізге обычный кредит карта ашып береді. Ол обычный кредит картада сіздің кредит скорыңыз да жоғары, кредит лимитіңіз де жоғары болады. Обычный кредит картаңызды тура осы принциппен қолданасыз. 30%-тен жоғары қолданбай, уақытында кешіктірмей төлем жасайсыз. Осымен бірінші банктен ашқан аккаунтыңызбен жүріп, келесі банкке барасыз. Дәлелденген, үлкен, сенімді банктерден ғана аккаунт ашыңыз. Сіздің почтаңызға көптеген ұсыныстар келеді, ұсақ банктерден, танылмаған банктерден. Ол кез келген банктен аккаунт аша берудің қажеті жоқ. Ол кейін өзіңізге зиян болып тиеді. Сондықтан менің айтарым Bank of America, Chase Bank, Citibank, American Express және де Apple қолданатын болсаңыз, Apple'дың кредит карты осылар жеткілікті. Бірақ та сізге American Express, Chase, Citibank'тардан кредит алу үшін кредит скорыңыз кем дегенде 700-ден жоғары болу керек. Соны ескеріңіз. Бірінші картаңыз Bank of America'дан болса, сол Bank of America'ның бірінші картасымен жүріп, скорыңыз қашан 700-ге толады, сол кезде басқа банктерден шот ашыңыз. Шот ашқан кезде сіздің кредит скорыңыз төмен түседі, оған қатты алаңдаудың қажеті жоқ. Келесі 1-2 айдан кейін ол одан да жоғары көтеріледі. Және де ашқан кредит картаңызды ешқашан жаумаңыз. Жауатын болсаңыз, кредит скорыңыз қатты түседі, сонымен қатар кредит историяңызға қатты кері әсерін тигізеді. Кредит скор ең азы 300-ден 850 аралығында болады. Егер де сіз 750-ден жоғары болса, онда қуана беріңіз. Қазақ екеніңізді сезініп, қазақ тілінің дамуына, қазақ тілді каналдарының дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға таратыңыз. Сол кезде менде де ынталанып, қазақ тілінің дамуына өзімде де жоғары ынта қойып, қазақ тілді видеоларды көп шығаратын боламын. Алға қазақ